Барлығыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді лимон қосылған печеньенің жасалу жолын ұсынамын. Печенье қош иісті болып шығады, оңай жасалады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға жұмсақ сары майды саламыз. Сонан соң қантты саламыз. Тұзды саламыз. Ванилинді саламыз. Лимонның қабығын үккіштен өткізіп саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Менің каналымда басқа да печеньелердің жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Сонан соң жұмыртқаны саламыз. Жақсылап араластырамыз. Қаласаңыз куркума қосыңыз, түсі әдемі болады. Сонан соң лимонның шырынын құямыз. Мен сетадан өткізіп жатырмын, артық заттары кетіп қалмас үшін. Жақсылап араластырамыз. Енді електен өткізілген ұнға қопсытқышты саламыз. Жақсылап араластырамыз. Онда аз-аздан сала отырып араластырамыз. Бірінші венчикпен араластырып жатырмын, ары қарай силиконды лопаткамен араластырамын. Бізде қолға жабысқақ қамыр шығады, сондықтан силиконды лопаткамен немесе қасықпен араластырған дұрыс. Печеньенің қамыры дайын. Видеодағыдай қолға жабысқақ болып келеді. Қақпағын жабамыз. Сонан соң қамырды тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Қамырымыз дайын. Бөлек ыдысқа қант ұнтағын салып дайындап аламыз. Қамырдан 1 шай қасық қамыр аламыз, дөңгелектейміз. Дөңгелектеп алған қамырды қант ұнтағына аунатамыз. Дайын болған печеньені формаға пергамент қағазын төсеп қойып шығамыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Дайын болған қамырдың үстінен қолымызбен ақырындап басып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан өз пешіңіздің ыңғайына қарайсыздар. Мінекей достар, өте дәмді лимон қосылған печеньеміз дайын. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін печеньені сіз де жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.